бізді тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде балалар барлығының аты-жөндері жазылған. Осы ыңғайлы сұхбаттың арқылы екі топқа бөлінетін боламыз. Ал балалар, бүгінгі дүниетану сабағымызды бастаймыз. Яғни өткен тақырыпқа қайталау шолу жасайық. Сіздерге сұрақ-жауап арқылы осы тапсырмаларды бекітуге уақыт беріледі. Сіздерге сұрақ-жауап. Қасымхан қандай рөл атқарды? Сұрақ. Айша. Қазақ жерінің іргесін бекітті. Тамаша, өте жақсы. Жарайсың. Келесі екінші сұрақ. Дәукехан қандай заңды енгізді? Дәукехан қандай заңды енгізді? Аңсақ, жарайсың. Дәукехан жеті жарғы деген заңды енгізді. Тамаша, өте жарайсың. Келесі үшінші сұрақ. Қазақ хандары кімнің ұрпағынан тараған? Қазақ хандары Айгерім. Шыңғыс. Толығымен. Кім толықтырады? Айгерім. Қазақ ұрпағы Шыңғыс ханнан тараған. Яғни төре несінен тараған? Төре тұқымынан тараған. Жарайсың, отыра ғой. Толықтырады екінші топ. Айша. Жауынгерлер Шыңғыс ханның ұрпағынан тараған. Олар төре тұқымы дегеннен Төре тұқымынан тараған. Жарайсың, тамаша, өте керемет. Келесі сұрақ бізде жеті жарғы заңы қандай мақсатта қабылданды? Қандай мақсатта жеті жарғы заңы қабылданды? Қазақ тарихын сақтап қалу үшін алтын жарғы деген деп атап қойды. Алтын атап қойды. Жарайсың, тамаша, өте керемет. Сұрақ жауап. Өткен тақырыпты біз пысықтап, өткен тақырыпқа бекіту жасадық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын осы кросс-инсайдс арқылы табуымыз қажет. Яғни сіздерге берілген тақтада ілініп тұрған сурет арқылы кросс-инсайдс сурет арқылы бүгінгі тақырыпты ашамыз. Яғни бізде ең бірінші суретте бейнеленген батырлар шайқасы. Тамаша, келесі қазақ даласы. Келесі сурет тамаша, әнрай қазақ хандары. Керемет. Яғни ол билер үш бие қандай? Жарайсыздар, тамаша. Келесі суретте бейнеленген батырлар қайда шыққан? Жауға шыққан. Тамаша. Әрі қарай бізде біздің қазақ. Яғни осы тақырып арқылы, кросс-инс арқылы біздің тақырыбымыздың атауы шықты ма бүгінгі сабағымыздың? Қандай екен? Қазақ ұлы даланың қорғаны, билер ұлы даланың даналары. Тамаша, өте жақсы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Айша Қашперлия. Біздің бүгінгі тақырыбымыздың атауы батырлар ұлы даланың қорғаны, билер ұлы даланың даналары. Яғни бүгінгі біздің сабағымыз. Біз экранға назар аударамыз. Сіздерге қысқа бейне көрсетеміз. Әр халықтың өз заманына қарай хандары, билеушілері, немесе рухани ұстаздары болады. Сол сияқты қазақ елінің де тарихының даму сатысына қарай хандарына ақыл болсын, қара халықтың сөзін сөйлеп, түрлі мәселелерді шеше алатын билер болған. Қазақ билері ерте заманда осы күнгі соттың да тергеушінің де қызметін атқарған. ерлігі, айбыны және ерекше қабілеттері үшін берілді. Қабанбай батыр, оған күші келгелі шоқтың насы болған. Ол иығына салып, бір жылғыны көтере алады. Ал жас кезінде ол бірден екі табанды жалғыз найзамен құлаған. Қобыланды батыр, оның мергендігі туралы барлығы хабардар болған. Өз қарсыластарының барлығын жеңісінің көлемімен жеңді. Қобыланды басы ханшайымын бағананың жоғары жағына ілініп тұрған алтын тиімді садақпен дәл тигізіп алды. Райымбек батыр табандылығымен және өмір шеңдігімен ерекшеленді. Өмірде 77 жарақат алды. Бірақ әр жерге жетсе жеңімпаз атанды. Сіздерге бірінші тапсырма ол постер қорғау. Яғни батырлар тақырыбына және де билер тақырыбына постер жасайды. Сол арнайы шешендіктердің сөздерімен әр жауларды бейнеленген. Қазақ халқында үш жүз бас болған. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Ұлы жүздікі Төлебек би, ал орта жүздікі Қазыбек би, ал кіші жүздікі Әдіке би.
Енді жарайсыздар балалар, яғни болып болсақ, отырыңызды қорғайсыз. Батырлар біздің тәуелсіздік алуымызға үлес қосқан. Батырлардың ішіне Қабанбай, Наурызбай, Бөгенбай, Батыр жатады. Жарайсыздар, өте керемет. Жақсы, сіздердің посттарыңыз керемет. Жақсы, өзіміздің тобымызда бағалау әдісін ұмытпаймыз. Бір балды қосып қоямыз. Сендер тобы өздеріңіз білетіндей екінші тапсырма ол бізде пазл құрау, яғни кім жинақ әдісін қолданып, біз пазл, яғни суретті құрастырып шығуымыз қажет. Тамаша балалар, біздің билер тобы жаңағы суретті пазл кім жылдам екендігін көрсетіп қойды. Яғни біздің суретте кім екен, кім бейнеленген екен? Қабанбай батыр және де Бөгенбай батыр екен. Яғни бұлар үстілеріне не киген? Сауыт сайман киіп қайда барған? Жауға барған, жаудан қорғаған, біздің қазақ жер жаудан қорғап қалған екен. Жарайсыздар, тамаша. Бізде келесі топ батырлар тобы. Батырлар тобына кім жылдам әдісінде билердің суреті бар екен. Яғни бұлар қандай билер? Яғни бұлар қандай істер атқарған? Қандай істер атқарған? Халыққа билік жүргізген тамаша, керемет биліктерін жүргізіп отырған екен. Жарайсыздар, өзіңізді шапалағаныңыз, топтасу арқылы өзіңізді аяқтағаныңызды көрсетіп тамаша. Яғни сіздерге келесі әдіс, яғни сергіту комплимент әдісі арқылы. Сіздерге беріледі арнайы осы ұяшықтан сіздерге ұсынылады карточкалар. Осы карточкаларға сіздер өздеріңіздің жандарыңыздағы жұптарыңызға комплимент жазып, осы ұяшыққа салатын боласыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болған деп ойлаймын. Қызықты өтті ма?